Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін көпшілік ханымның мәселесіне айналған қолтықтың қараюына арналатын керемет маска жасап көрсетпекшімін. Бұл масканы регулярно курспен жасасаңыздар, иншалла қолтықтарыңыздың ағаруына жақсы көмегін тигізеді. Кеңінен тараған, өте нәтижелі, өте танымал маскалардың бірі. Ендеше бірге жасайық. Бізге екі ғана зат қажет болады. Оның бірі белсендірілген көмір, кез келген аптекада рецептсіз сатылады. Ол ағартқыш және тазартқыш қасиетке ие. Бізге 4 данасы қажет болады. 4 дана белсендірілген көмірді алып, жақсылап езіп аламыз, порошок сияқты болғанша, сосын ыдысымызға саламыз. Ал екінші керек зат ол таза бал. Таза бал алуға тырысыңыздар, өйткені таза бал табиғи антиоксидант, тазартқыш, ағартқыш қасиетке ие, сонымен қатар қолтықтағы жағымсыз иісті кетіруге де жақсы көмегін тигізеді. Негізі таза балдар осындай қоюланып қалады. Мен оны су моншасына қойып, кішкене ертіп алдым, өйткені маскаға жағуға ыңғайлы болу үшін. Мен сияқты қою болса, су моншасына қойып ертіп алуға кеңес беремін. Ыстық суға, яғни астында ыстық су қойып еріп алғаннан кейін белсендірілген көмірімізге араластырамыз. Сонда біздің маскамыз дайын болады. Дайын масканы қажетті бөлікті жақсылап жуып, тазалап, жағып 20 минуттай ұстаймыз. Одан кейін жылы суда жуып тастаймыз. Аптада 2-3 реттен жасауға кеңес беремін. Әр жасағанда ағарып жатқанын байқайсыздар, яғни ағарғанға дейін, қолтықтың ағарғанына дейін осы масканы жасай берсеңіздер болады. Оның ешқандай зияны жоқ. Видеоны ұнаса лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта шынтақтың қараюына, тізенің қараюына жақсы көмектесетін маска салатын боламын.